Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қыстық салат, рисовый салатты жасайтын боламыз, яғни күріш салатын. Ол үшін бізде морковь қажет, сладкий перец, күріш, помидор, жуа, сұйық май, уксус, және де тұз, қант и сарымсақ қажет болады. Ал кеттік, ең алдымен күрішімізге краннан алынған сап-салқын суды құйып қоямыз. Одан соң жуаларды екіге бөліп, осылай турап шығамыз. Орысша айтқанда полукольцами турап шығамыз. Одан кейін морковьті теркадан өткіземіз. Жуан жағынан өткізу қажет. Келесі бізге перец осылай дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Және де мен сіздерге кеңесім, егер де сіздердің асқазандарыңыз перецтен ауыратын болса, онда осындай мен құсап қызыл жаңағы перецті алып қолданыңыздар. Енді табамызды қыздырып, оған сұйық май құйып, алдымен жуамызды салып, оны жалғыз өзін 10 минуттай қуырып аламыз. Астын орташадан сәл жоғарылау отта қуыратын боламыз, ашып қоямыз солай. Енді крышкасын жауып, 10 минут өткеннен кейін қайтадан араластырып, сәбізімізді саламыз. Дәл осылай 10 минутта қайтадан осы екеуін қуырып аламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. 10 минут өткеннен кейін бетін ашып қайтадан араластырамыз. Және де сладкий перецімізді қосамыз. Міндетті түрде осылай жасап отырыңыз. Қайтадан жақсылап тұрып араластырып, содан соң қайтадан 10 минут қуырамыз. Бетін жауып алып қоямыз. Ол уақытта біз помидорды блендерға немесе ет тартқыштан өткізіп аламыз. Осылай бөліктерге бөліп, енді 10 минут өткеннен кейін жаңағы блендердан өткізген қызанағымызды қосып, араластырып, 5-7 минутқа бетін жауып алып қоямыз. Содан соң 5-7 минут өткеннен кейін енді бағанағы салқын суда тұрған күрішімізді жақсылап тұрып жуып қосамыз. Және де содан кейін тұз, қантты қосып, жақсылап тұрып араластырып, бетін жауып, отты баяулатып 30-40 минуттай қайнатамыз. Және де 30-40 минуттан кейін соңында сарымсақты және де уксус, менде 70%-дық, соның бір ас қасығын құйып, араластырып, тағы да 5 минуттай қайнатамыз. Бетін крышкасын жауып тастаймыз. 5 минуттан соң банкілерімізді алдын ала стерилизовать етіп, содан соң банкілерімізге ыстық күйінде салып шығамыз. Мен стерилизацияның жолдары негізі өте көп, бірақ мен өте оңай жолын қолданамын. Міне осылай салып шыққаннан кейін бұрандалы крышкамен ауа өткізбейтіндей етіп жауып қойсаңыз, онда қысқа жақсы сақталады, ешқандай да көгермейді. Бір порциядан менде 5 банка шықты. Әдетте мен бұның 3-4 порциясын жасаймын. Мен отбасыма барлығын ұнайды. Жасап көріңіздер. Егер ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Мархабат каналыма тіркеліп қойыңыздар.